үлкен кореялардың ортасында өстік. Еке қожа деген қожа болды, сол үлкен ұлағатты әңгіме айтатын кішкентай кезімізде. Егер сені біреу мақтап тұрса, ішіңнен мінәжат ет дейді. Я Алла, мына мақтаған адамның менің қырларымды білмейтін күнәларым мен кінәларымды кешіре көр деп ішіңнен тұр, масаттанба, мастанба дейтін. Сонан кемшіліксіз адам болмайды ғой ешқашанда. Бір баяғыда біреу айтыпты, менде кінә да жоқ, күнә да жоқ, мен тап-тазамын депті бір әулиеге. Онда депті, сен 40 жаққа шығып, бидайдай 40 тасап кел, майда-майда. Сосын қазанда бір тасап кел. Соң арып келеді, нара қой дейді, осы 41 таспен құмалақ ашам дейді. Сөйтеді, айтады, осы тастарды қай жерден алдың, сол жерге қайтып апарып қой дейді. Сонда 40 тұстан әкелген бидайдай 40 тасты орнына қойамапты. Қай жерден алған білмейді. Қазандай қара тасты қай жерден алғанын біледі, соны ғана орнына қойған екен. Сондықтан да ол әр адамның жұрт білмейтін кінәсі де, күнәсі де болады, оны өзі біледі. Қазандай қара тас әр адамда бар деп ойлаймын. Оны біреу ғайбат сөйлесең де күнә, біреу жамандасаң да, оның барлығы бұрын ескі замандағы бабалардың ғибраты ғой. Ол 40 тасты оны күнә деп есептемейді, айта береді. Сондықтан ол мен білмейтін, жұрт білмейтін қайсы дегенде осы 41 тас. Ал қазандай қара тас не екенін өзім білемін, бірақ оны ешкімге айтпаймын.